Үйлену үшін қандай түс көрсем болады деген сұрақ болды эфирде. Өмірді түске байлау бұл шарасыздық. Бұлай сұрақ қойған жігіт небір қыздармен сөйлесіп тастады деген сөз. Нәтижесі әлі бойдақ. Не қызын алып қашады, не алаяқ қызға жолығады. Өмірде ондайлар бар. Қысқасы әрекет бар, нәтиже жоқ. Не істеу керек? Ойлану керек адам. Қай жерден қате кетті? Қай ісім дұрыс болмады? Мен үйленуге дайынмын ба? Ішкі жан дүнием, мен сыртқы жағдайым үйленуге сәйкес келе ме? Осы сұрақтарды өзіңе қой. Сосын қорытынды шығар. Ал енді түс көруге келетін болсақ, өзі бойдақ жігіт пен бойдақ қыздың отбасы болуға жорылатын түстері екі түрлі келеді. Қыздар сәбилі болғанын, қасында ер азаматы болғанын сезініп түс көреді. Ал жігіттер тек төсек және білегінен ұстау сынды әрекет түстерін көреді. Егер жігіттің үстінде жыныстық қатынас көбейіп кеткен болса, оған дереу үйлену керек. Шариғат бұны парыз неке деп айтады. Қазақта неке көтерілу деген атауы бар. Жалпы ер азаматтар әйел баласынан қарағанда логикасы аз, тура мағынаға жақын түстерді көреді. Мысалы, жігіт түсінде әйелі барын көрсе үйленеді. Үйінде бөтен қыз жүргенін көрсе үйленеді. Ал қыз түсінде бөтен жігіт жүрсе, тұрып жатқан үйіндегі проблемаға жорылады. Түсінде тұрмыс құрып жатса, внимание жетіспей жүр деген сөз ол қызға. Ал бойдақтар түс көргісі кезде истихара намазын оқуы керек. Сол намазы оқып ұйықтағанда көрген түс саған дұрыс жар таңдауға жәрдем етеді. Толығырақ білгілеріңіз келсе, бұл истихара жайлы жекеге жазып